Азамат мырза, бүгінгі мерекеде жай бас қосып отырған жоқпыз. Осыншама жігіттер мен қыздардың басын қосып, бұл мерекені пайдаланып, осы аянбай тер төгіп жүрген, еңбек етіп жүрген, халықтың алғысына бөленіп жүрген азаматтарымызды марапаттасақ деген ниетіміз бар. Келіңіз, мен сізге көмектесейін. Нәзік жандыларымыздан бастайық. Алғыс хат. Нұр-Сұлтан қаласы полиция департамент басшылығының атынан сізге адал және мінсіз қызмет үшін алғыс білдіре отырып, сіз Қазақстан полиция күнімен мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге, қылмысқа қарсы күрес пен еліміздің өркендеуіне зор үлес қосатыныңызға сенім білдіремін. Сізге зор денсаулық, отбасына құт береке. Алғыс хатымен Гүлмира Тілеуғалиқызы Шырахметованы марапатталады. Ал қошеметтеп отырайық, мерекеде құтты болсын дейік. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Бәрекелді. Келесі Ербол. Дәл сондай алғыс хатымен Ербол Дәулетұлы Қасымханов. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Дәл қазір көрермендерді енді ата-аналарыңызда көріп отыр, жақындарыңызда, олардың жүрегіндегі сезімді айтып жеткізу мүмкін емес шығар. Дәл солай алғыс хатымен Ерлан Дәулетұлы Қасымханов. Құттықтаймыз. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Дәл сондай алғыс хатымен Нұрсұлтан Әжіханұлы Сейдалиев марапатталады. Полковник Мұрса аға лейтенант марапатталуға келіп тұр. Құттықтаймыз. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Сағадат Жомартұлы Әпшекен. Олыңызға сіздің мұрзан кәбір Әпшекен келіп тұр. Құттықтаймыз. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Алғыс хатымен Әлібек Оразұлы Бекботаев марапатталады. Полковник Мұрза Бекботаев Әлібек марапатталу үшін келіп тұр. Құттықтаймыз. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Абыройлы болыңыздар, беделдеріңіз үстем болсын, халық алғысына бөленіп жүре беріңіздер. Құрметті көрермен, бағдарламамызды шағын жарнамада